27 сабақ. Жер ғаламшары қандай? Негізгі анықтамалар: материк — жер бетіндегі жан-жағынан су қоршап жатқан құр. Мұхит — құрлықтарды бір-бірінен бөліп жатқан ұшы-қиырсыз су кеңістігі. Материктер мен олардың ауданы: жер бетінде 6 материк бар. Олардың көлемі кему ретімен: Еуразия 54 миллион километр квадрат, ең үлкені біздің еліміз осында орналасқан. Африка 30 миллион километр квадрат. Солтүстік Америка 24 миллион километр квадрат. Оңтүстік Америка 18 миллион километр квадрат. Антарктида 14 миллион километр квадрат, бетін түгелдей мұз жауып жатыр. Австралия 8 миллион километр квадрат. Ең кішісі мұхиттар. Мұхиттар: жер бетінде 4 мұхит бар. Тынық мұхиты ең үлкені. Атлант мұхиты, Үнді мұхиты. Солтүстік мұзды мұхиты ең кішісі, бетін мұз басып жатады. Маңызды факт: мұхиттардың түбі таулы, шұңғымалы болады. Мұхит түбінде жер сілкініп, жанартау атқылағанда цунами пайда болады. Тапсырмаларға жауаптар мен түсініктемелер: жердің қабықтары, биосфера, тіршілік, гидросфера, су, литосфера, тасқұрлық. Карта мен жұмыс: жан-жағынан 4 мұхит қоршап жатқан материк — Антарктида. 5 материкпен шектесіп жатқан мұхит — Тынық мұхиты. Диаграмма бойынша дүниежүзілік мұхит үлесі: 50% Тынық мұхиты, 25% Атлант мұхиты, 21% Үнді мұхиты, 4% солтүстік мұзды мұхиты. Сен білесің бе? Еуразия атауы Еуропа және Азия сөздерінің бірігуінен шыққан. Финикия тілінде Еуропа — батыс, Азия — шығыс дегенді білдіреді. Австралия сөзі латынша оңтүстік деген мағына береді.